Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина таңғы ас дайындайтын боламыз. Бұл өте оңай жасалынады, бірақ өте тойымды. Жасап көріңіздер. Бізге қажетті жұмыртқа, салмасына жаңағыдай колбаса, помидор и бір лаваш қажет. Басында осы екі жұмыртқаны тұз салып, жақсылап араластырып алдым. Егер жұмыртқа үлкендеу болса, осы екі жұмыртқа да жетеді. Порциясын барлығын өздеріңізге қажет мөлшерде алып жасай берсеңіздер болады. Грамдап өлшеп отыратын нәрсе болмағандықтан. Маған осы жұмыртқа кішкентайлау көрінді, сосын мен тағы бір жұмыртқа қосып жібердім. Жақсылап араластырып аламыз. Оған дейін табамызға керекті мөлшерде майды құйып, қыздырып қойсақ болады. Осылай салып, жан-жағын тегістеп, крышкасын 1-2 минутқа жауып, кішкене пісіріп аламыз. Сосын бетіне лавашты қойып, осы кезде өте абайлап ауыстырыңыздар. Мен кішкене шеттерін бұзып алдым. Өте нәзік болады. Сондықтан абайлап, екінші бетіне ауыстырып, сосын теркадан өткізген сырымызды сеуіп шығып, крышкамызды тағы 1-2 минутқа жауып қоямыз. Енді сыр толық ерігенше. Бұл пицца сияқты болады. Дәм өзгеше болады, енді жасап жеп көріңіздер, ас болсын достар. Өте дәмді болады.